облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан соты құрамында төралық етші судья Бақытов, Албосовтың хатшылығымен мемлекеттік айыптаушы прокурор Билибеков, жәбірленуші Жуманова, қорғаушы Шариф, жәбірленуші өкілдері заңгерлер Қуандықова, Меримбаева, Мешелева, Молдахметов, сотталушы Жанболат, сотталушының қорғаушы адвокат Сарқытовтың қатысуларымен аудио-бейне жазба құралдарын қолдана отырып, ашық бас сот талқылауында қылмыстық істі қарап, ол бойынша Айбар Қайратұлы Жанболат 1992 жылы 9 желтоқсанда Жетісу облысында туған, Қазақстан Республикасының азаматы, жоғары білімді, отбасылы, Жетісу облысы Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі 17-ші үйде тұрғыны, Талдықорған қаласы Өтені ауылдық округі әкімшілігінде маман болып жұмыс істеген, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысты жасады деп сотқа берген істі қарап, сот үкіметті Айбар Қайратұлы Жанболат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған осы баптың негізінде 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Жанболатқа қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 62 бабының 3 бөлігі 2 тармағына сәйкес, Жанболаттың 2025 жылғы 22 маусымнан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстау уақыты, оның орташа қауіпсіз мекемеден бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеудің 1 күн ішінде 1,5 күн есебімен жаза өтеу мерзімі есептелсін. Жәбірленуші өкілі азаматтық талапкер Жуманованың моральдық зиянды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Сотталған Жанболаттан жәбірленушінің өкілі Жуманованың пайдасына 20 миллион теңге моральдық зиян, заң көмегін көрсетуге адвокат пен өкіліне жұмсалған 1 миллион 700 мың теңге шығындары және мемлекет пайдасына 1966 теңге салығы өндірілсін. Сотталған Жанболатқа үкімнің азаматтық талапты қанағаттандыру туралы бөлігін үкім заңды күшіне енген күннен өз еркімен орындауға 1 ай уақыт мерзім берілсін. Өз еркімен орындамаған жағдайда мәжбүрлі түрде өндірілетінін түсіндірсін. Жанболаттан Қазақстан Республикасының жәбірленушіге өтемақы қорына 117.960 теңге өндірілсін. Іс бойынша сараптамаларға жұмсалған 740.329 теңге іс шығындары сотталған Жанболаттан мемлекет кірісіне өндірілсін. Үкім заңды күшіне енген соң Жетісу облысы Ақсу аудандық полиция бөлімінің айғақ заттар сақтау камерасындағы айғақ заттар